Сәлеметсіздер ме, құрметті зерттеуші қауым, сабақты зерттеу үдерісімен айналысушы зерттеушілер. Бүгінгі вебинарымызда біз сіздерге бақылау тақырыбына қатысты тәжірибелік ұсынымдарды ұсынамыз. Алдыңғы өткен вебинардағы зерттеу сұрағы анықталғаннан кейінгі басталатын процесс. Бұл бақылауға байланысты. Яғни тақырып белгілі болғаннан кейін мектеп көлемінде немесе ұжым көлемінде бақылау үдерісі басталып кетеді. Соған байланысты бірқатар бақылауға қатысты ой пікірлермен бөліспекпін. Жалпы бақылау деген не? Бақылау деген нәтижелері бақылаушы тарапынан белгіленіп отыратын, мақсатқа бағытталған және жоспарланған құбылыстарды қабылдау. Оның қандай формалары бар? Тікелей бақылау және жанама бақылау. Бәріміз түсініп отырғанымыздай, тікелей бақылау дегеніміз зерттеушінің зерттеу үдерісіне тікелей, яғни басқа қатысушылармен бірге қатысып, процестің басынан аяғына дейін болып жатқан әрбір құбылысты тіркеп, бақылап, талдап отыратын бақылау түрі. Жанама бақылау дегеніміз зерттеуші емес, басқа да тұлғаларды тарту арқылы зерттеуге қатыспай-ақ бақылау. Бұл жерде біз жоғары оқу орнынан шақырылатын, педагогикалық шеберлік орталықтарынан шақырылатын тренерлерді және де осы іспен көп жыл шұғылданып жүрген зерттеушілерді шақырамыз. Солардың бақылауын жанама бақылау десек болады. Тікелей бақылаушыға өзімізді жатқызсақ болады. Яғни сабақты жүргізуші, сабаққа қатысушы, сабақ зерттеу процесін бірге қадағалаушы ретінде. Бақылаудың қандай түрлері бар? Бақылаудың бізге белгілеп алған мынадай түрлерін атап өтсек болады. Біріншісі, құрылымдалмаған. Яғни, бұл бақылау түрі бойынша сол сәтте зерттеуші көрген білгенін жазу арқылы бақылау. Бәріміз білетіндей үйреншікті бақылау үлгісі біз сол сабақ процесінде тұрған кезімізде болып жатқан бүкіл құбылыстарды тіркеп отыратын қалам, қағазымызбен іске асырылатын бақылау түрі. Келесі бақылау түрі жартылай құрылымдалған. Яғни, бақылауға байланысты арнайы жасалған сызбасы бар жартылай құрылымдалған бақылау формасы. Яғни, сонда түзілген үлгідегі бақылау. Үшіншісі құрылымдалмаған. Арнайы назарға алынатын сұраққа қатысты критерийлері белгілі және олардың нәтижелерін тіркеу нысаны бар бақылау. Екінші және үшінші бақылауды біз былайшалағанда жартылай және толық қамтылған арнайы үлгідегі бақылау түрлері деп алсақ та болады. Енді тәжірибеге байланысты бақылауда назарға алу керек, яғни біздің алдыңғы вебинарда айтып өткен пікірлерімізге байланысты, тәжірибемізге байланысты бақылауда назарға алу керек бірқатар шаралар. Мысалы, біз алдыңғы семинарда зерттеу сұрағын таңдар кезде, белгілеп алар кезде смарт моделіне салып, ментиметр бойынша дауысқа салып, соның ішінде ең көп дауысқа салынған екі сұраққа тоқталған болатынбыз. Ол сұрақтар оқылым және айтылым дағдылары арқылы білім сапасын қалай көтеруге болады, және нәтижеге қол жеткізу үшін оқушылар қызығушылығын оятуда оқылым мен айтылым дағдыларын қалай белсендіруге болады. Жаңартылған бағдарлама бойынша барлық пән бойынша жалпы оқушылардың білім білік дағдысына қойылатын талаптардың ішіндегі екі дағды маңызды рөлге екенін біз байқадық. Сол үшін осы екі дағдыға, яғни бала өзінің оқыған, айтып бере алатын дағдыны жаратылыстану пәндері бойынша да, гуманитарлық пәндері бойынша да үлес салмағы үлкен сұрақтар деп, соның негізінде осы екі негізгі сұраққа тоқтадық деп есептеген жағдайда бақылау қалай іске асырылады, сол тәжірибемен бөлісеміз. Неге назар аударуымыз керек? Яғни бақылау аптасы басталды делік. Тақырып анықталып болды. Тақырып анықталып болғаннан кейін біз бақылауға кірістік. Бақылаудың қай формасын қандай жағдайда таңдалатын әркім өзі шешті. Демек, бақылау аптасында біз екінші аптада қандай сұрақтармен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде бірінші, екінші, үшінші, төртінші апта деп алынып отырған апталар шартты түрде алынып отыр. Сол үшін әріптестер өздеріңізге қажетті мүмкін болған жағдайды өз мектептеріңізге, өз зерттеулеріңізге негіздеме жасап бейімдеп алуларыңызға болады. Мысалы, сабақ зерттеу жүргізілетін сыныптарды бақылау. Бірінші сұрақ, мақсат нақты белгіленген бе? Мақсатқа жетуге тиімді деп табылған жаттығулар жоспарланған ба? Сабақ барысы үйлесімді болды ма? Әр оқушыларға тақырыпты түсінуге көмектесті ме? Сабақ мақсатына жету үшін жаттығулар мен материалдар пайдалы болды ма? Сыныптағы пікірталас оқушылардың тақырыпты түсінуіне көмектесе алды ма?
немесе жағдай туғыза алды ма? Мұғалім оқушының алған білімі мен қалыптасқан дағдысын қалай бекіте алды? Осы сұрақтардың төңірегінде оның жалғасы ретінде келесі апталарға қалдырып, сол апталарда қарастыруға да болады. Болмаса бірінші, екінші аптаның ішінде де қамтылып кете береді. Бұл жерде айтып отырмыз, жаңа апталар шартты түрде беріліп отыр. Сол үшін сіздер өздеріңіздің мақсаттарыңызға бейімдеп алсаңыздар болады. Сабақта қаралған тақырып оқушылардың түсіну деңгейіне сәйкес келді ме? Сабақ тақырыбын түсіну үшін оқушылар өз білімдеріне сүйенді ме? Мұғалімнің сұрақтары оқушының ойлануына жағдай жасады ма? Оқушылардың пікірлері, идеялары ескерілді ме? Мұғалім оларды сабақ барысында пайдаланды ма? Сабақ қорытындысы жасалған кезде оқушылардың ой пікірлеріне сілтеме жасалды ма? Сабақ мақсаты мен қорытындысы бір-бірімен үйлесімді ме? Қарап отырсаңыздар, бақылауды бастаған кезде бірінші аптадан бастағанымызда біз мақсаттан бастадық. Міне осы мақсат анықталғанынша келесі сұраққа мақсаттың нақты соған жетуге тиімді деп табылған жаттығулар жоспарланғандығы, одан кейін ол сабақ барысында үйлесімді болды ма, тақырыпты түсінуге көмектесті ма деген сияқты сұрақтарға сатылай келе мүмкін бұл бақылау кезеңі бір аптаның ішінде бітуі мүмкін, 2 аптада тоқтауы мүмкін, немесе 3-4 аптадан да асып кетуі мүмкін. Әрине, тағы да ескертіп айтамыз, бұл сұрақтармен айналысу мектептің деңгейінде таңдалып алынған зерттеу сұрағы және зерттеліп жатқан сыныптардың хал ахуалына байланысты өзінше бейімделіп өзгеріп жатуы мүмкін. Жалпы бақылауды біз айтқандай тікелей бақылау бар, жанама бақылау бар. Сол тікелей бақылауға қатысқан мұғалімнің құрылымдалмаған, жартылай немесе құрылымдалған бақылау бар, түрлері бар. Соларға байланысты ескеріп отыратын, міндетті түрде жазып алуға ұсынатын мынадай сұрақтар болады. Сабақты бақылау барысында бақылаушы пән мұғалімдерін ескеріп жазып алатын сұрақтар. Бақылау барысында туындаған ойларын міндетті түрде зерттеуші ол бақылап жатқан кезде бірқатар ойларды өз ой елегінен өткізетіні сөзсіз, тосынан келетін ойлар болады. Ойланып жүрген ойға байланысты кейбір ойдан ой туындап жатады. Сол үшін оларды түртіп отырған міндетті әрі пайдалы, әрі тиімді деп есептейміз. Сыныпта туындаған маңызды мәселелер. Оқушы сұраған сұрақ түрлері, мұғалім сұраған сұрақ түрлерін, оқушылардың жоғары деңгейде ойлау мысалдарын, сыныпта орын алған келеңсіз жағдайлар, күтпеген жағдайлар көп болып жатады әрине. Себебі бұл сабақты зерттеу үдерісі алдын ала біз үйренген кәдімгі сценарий дайындалған, репетициядан өткен сабақ емес. Бұл сол кезде, сол сәтте болатын үлкен жаңалықтардың алаңшасы десек болады. Сыныпта орын алатын келеңсіз жағдайлар болып қалуы мүмкін, күтпеген қызықты жағдайлар туындап қалуы мүмкін. Өз сыныптастарынан көмек сұраған немесе пікірлеріне сүйенген оқушылар санын, сабақ барысында оқушылардың белсенді қатысқанына дәлелдер. Міне осы сұрақтарды бақылау барысында, яғни бақылаушы пән мұғалімдері ескеріп жазып алатын сұрақтардың өн бойында біз алдында айтып өткен 2 дағдыны қалыптастыруға байланысты тақырыптан ауытқымау ұсынылады. Назарға нақты оқылым мен айтылымды алдық па, біз сол 2 тақырып төңірегінен ауытқымауға тырысамыз. Себебі біз ұжым болып сол 2 тақырыпты зерттеуге келіскендіктен, зерттеу сұрағы сол 2 дағдыға байланысты болғандықтан, бақылауда сол 2 дағдының төңірегінде болғаны дұрыс. Себебі нәтиже сол екеуінің көрінісі бойынша назарға алынады деген сөз. Бұл үдерісте үнемі назарға алынып отыратын нәрсе, оған көңілді бөлу қажет деп ойлаймын, назар аудару керек деп ойлаймын. Мүмкін бұл жерде беріліп отырған ұсыныстардан бөлек тағы да ұсыныстар туындауы мүмкін, жазып алу, ескеру тиіс. Оны әрине баста айтып өткеніміздей, әр мектеп өз жағдайында, өз зерттеу сұрағы айналасында, өзінің зерттеу объектісі нысаны оқушылардың қажеттілігі тұрғысынан ала беруіне болады. Енді біз осы бақылаудың түрлерін таңдап, формаларын таңдап, түсініп болғаннан кейін біз әрине сол тек қана сұрақтардың төңірегінде жауап іздеумен ғана шұғылданып қоймаймыз, бізге сонымен жұмыс жасауға мүмкіндік беретіндей тағы да қосымша маңызды нәрселер бар. Оларға да назар аударғанымыз дұрыс деп ойлаймыз. Демек, бақылауға көмек. Яғни біз бақылауды тек қана өзіміз көріп, сұрақтарға жауап беріп, сұрақ жауабымызды алып, немесе
жаңағы айтылған әңгімелердің төңірегінде қысқаша ой бөлісіп қана қойғанымыз әрине бізге жеткіліксіз. Бізге ең маңыздысы осы бақылауды жүйелі іске асырып және туындаған ойлар бойынша ой бөлісетін және пікірлерді ортаға салып ұсыныс жасайтын деген сияқты сыншы әріптес керек. Оны дос десек те болады. Яғни өзіңіз құрметтейтін, сенетін, сізге сын айтатын, ол айтқан сынын көтере алатын, кері байланыс бере алатын, сізге қолдау көрсете алатын, сізді және сыныбыңызды жақсы түсінетін, уақыт бөле алатын адам болу керек. Міне осы жерде көп адам, әрине біздер көбінесе индивидуал болып қалыптасқан педагогтармыз, сол үшін біз форматына көшкелі бері көпшілікпен жұмыс жасау дағдымыз 21 ғасырдың негізгі дағдысы деп отырмыз. Сол үшін біз көпшіл болу үшін бірімізге сын айтып, сынымызды көтере алатын, әрине даму мақсатында бір-бірімізге ықпал ете алатын, көмектесе алатын көшбасшы болуымыз керек. Сол үшін бұл жерде айтылған әрбір пікірге, әрбір ұсынысқа, әрбір сынға дұрыс көзқараспен, яғни дамытушылық мақсатындағы көзқарас тұрғысынан қарауға шақырар едім. Әрине бұл жерде тек сыншы әріптес доспен ғана шектеліп қалуға шақырмаймын. Әрине ол өте жақсы нәрсе. 2 адамнан бастап 6 адамға дейін топ құрып, соның негізінде жұмыс жасаған одан да жақсы деп ойлаймын. Сол үшін құрметті әріптестер, сіздер мынау айтылған пікірлердің ішінен өздеріңізге зерттеу үдерісіне қатысты, қажет деп тапқан, бақылауға қатысты бірқатар сәттерді негізге аласыздар деп ойлаймын. Әрине бұл тек қана белгілі бір пән мұғалімдеріне болмаса белгілі бір пән аясында ғана емес. Бұл барлық пәндерге де ортақ тақырыпта алынып отқан бақылау деп отырмыз. Және ол бақылауға байланысты сұрақтардың жүйесі де, формасы да, түрлері де, мұғалімнің өзінің шеберлігіне, зерттеушінің өзінің зерттеу нысанына, зерттеу мақсатына барлығына негізделу тиіс деп ойлаймыз. Алайда сұрақтардың барлығы сол қандай тақырып таңдаған күнде де жалпы ортақ сұрақтар деп ойлаймын. Үдерісте жалпы ортақ үдеріс болғандықтан, онда қаралатын мәселелер де, қамтылатын сауалдар да, және оған көмекші ретінде болатын ұсыныстар да барлығы ортақ мүддеден шығады деп ойлаймын. Егер сіздердің зерттеу жұмыстарыңызға септігін тигізер көмегім болса, менің бүгінгі өзімнің алдыма қойған мақсатымның орындалған деп есептеймін. Әрине бәріңізге сәттілік тілеймін.